Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ертоммен. Бүгін біздер Rust Mobile ойнайтын боламыз. Ендігі өткен бөлімде мен 2 рет өліп қалдым. Ендігі осыны жалғастыратын боламыз. Так, достар, ендігі мен қараңыздар. Мінекей, мынандай жерде жүріппін. Осы жерде осылайына үй соққымы келіп еді, бірақ та мынандай үй тұр. Осының қасына үй сала берсем бе екен, достар? Так, мына жақта не бар, достар? Так, мен жаңа ғана өзім ойнап кішкене көп заттарды жинап алдым. Ендігі заттар соғу керек бізге. Үй соғу керекпіз. Достар, онда біздер мына жерден бастап құрып бастай берейік. Так, фундаментін біздер қандай алып ұзындық қойып қоямыз? Так, мынандай ма, достар? Қалай болсын? Так, маған өзіме жоғары ұнайды, сол үшін жоғары қойып қояйық. Так, жоғары былай. Достар, мына жерде тас тұр. Тас сындырып тастау керек бар ғой, жарайды. Так, ендігі онда бірақ тасты сындыра алмаймыз, ол тасты. Сол үшін онда былай саламыз, Былай. Так, ендігі біздер мынаның үстіне міну үшін ступенька қоямыз ба? Достар, айтпақшы, мен басқаша режимде соққым келіп еді негізі. Жарайды енді. Достар, қалай соқсам болады, Жарайды, былай салайық. Былай. Және де мына жаққа сия алмай екен. Так, ойланып көрейік. Былай салсақ болады екен, не? Так, былай салайық. Былай ортадан салайық. Так, ендігі айналдырып салайық. Мен, достар, негізі барлық жерін үшбұрышты осы затпен түргенлекпен салайын деп едім, бірақ ондайға ұмытып кетіппін. Так, былай істесек болады екен оны. Так, былай. Яқта ше. Бола ма? Болмайтын, достар. Так, қалай сындырсақ болады? Сынбайтын, Достар, походу қате жерге салып қойғансақ қой. Әлде бүйтіп қоямыз ба? Опа. Осылайына болады жар. Так, ендігі біздер ступенька саламыз. Так. Ендігі стена қойып шығамыз шет-шеттеріне. Достар, біздер ақтыма қоймаймыз, өйткені рейд жасап кетуі мүмкін. Егер де бұл видеодан қарап алып рейд жасамаңдар, маған. Так. Енді біз былай қойып қоямыз. Так, есікті аламыз, мына жерге қойып қоямыз. Сосын былайына қоямыз. Мына жерде мынаны аламыз. Былайына қоямыз. Так, пол дейді. Білем бұны сірә. Так, білем ол. Айтпай қойшы. Так, полдарын бәрттен жопсақ, нарын айтқандары тыңдап. Қазір, достар, бұлар бізге сыйлық беру мүмкін негізі. Так, ойбай. Спальник берді, достар. Так, мына жағын қате сол жүрдім. Bir deydi. Болды. Так, спальникті қаяққа қоямыз? Спальникті біздер мына қоямыз. Осылайына, мінекей. Шкаф берді бізге. Так, шкафты былай қоямыз. Түсінікті, так. Ендігі мынаған бүйту керекпіз. Использовать. Сосын ағаштың жартыны саламыз. Өйткені біздер әлі үйімізді істеу керекпіз. Мінекей 500-ін салып қояйық. Так, 2 замок берді бізге. Так. Жоқ, мынаны ашамыз просто. Мынаны қайдан закрыть. Мынаны открыть. Аламыз, установить. Так, достар, ендігі осыған келген кезде
мен қара экран қойдым. Өйткені мені көрген бір адамдар арқан паролімді ашып кіріп кетер еді. Енді көрсетпей қоймын. Так достар, ендігі мен жаңа ғана заттарды қойып шықтым. Ендігі мына жерлерді жауып тастайық. Бірақ тоқтаңыздар. Мынаны қой деп тұр бізге. Так, бұны қай жерге қоямыз? Біздер бұны мына жерге қояйық. Оппа. Так, осындай заттар бізге көп заттар өтейін. Ендігі мұнаның төсін бүйтіп жауып тастау керекпіз. Так, жауып тастайық. Так, қалай? Былай, треугольникпен. Былай. Және де мына яқты да солай жауып тастайық. Өйткені адамдар кіріп кетпесін. Бұл жақтарға. Так. Ендігі дәл болды не, достар? Так, ендігі біздер мына жерге, достар, стена қоямыз. Осылайына стена. Мына жақта бір стена болу керек. Так. Осылайына стена болсын. Так. Ох, что-то темірден деді. Іштейін. В общем, достар, мына жерге дверь қоямыз, есік қоямыз, яғни. Так, мына жерге де есік қойып қояйық. Бүйтіп. Оппа. Болды. Так, енді жоқ қоямыз. Так, ендігі достар. Қазір мен үйімді күшті қылып, антретивей қылып жауып тастаймын. Так, достар, ендігі мен мінекей мына жағын жаптым, бірақ мына жағына келген кезде менде ағаш жетпей қалды. Соның ішінде біздер ағаш жинап келеміз. Так, енді есіктерімізді жауып кетейік. Так, достар, айтпақшы, сіздерден сұрап кетейін. Мінекей, қараңыздар. Мысалы, мынау бізге жасыл жанып тұр. Жасыл және қызыл жанып тұр. Осыны бір үйлеге барсаң аша алмайсың да. Білмеймін не екенін бізде мен осылайына қойып қоямын. Так, енді осылайына қойып қоямын. Сол қалай жауылады, соны жазып кетіңіздер. Білетін болсаңыздар, егерде әлде басқа біреу келсе мына есікті аша алмай ма? Осылайына тұрған кезде. Сонда жазып кетіңіздер. Мен таппадым ондай затты, соның ішінде жазып кетсеңіздер болады. Так, ендігі ағаштарды жинап тастаймыз. Так, достар, ендігі мен ағаш жинап келдім. Так, мыналарды былай ойттаймыз. Так, ендігі. Так, біздер мына есікті ашып, мына жаққа өтіп кірейік. Кіре алмай тұрпын, жарайды, кірмей қояйық. Бұл ағаштарымыз көп. Не істейміз аға? Бітсік не болады? Бәрттен салып тастайық. Не болды? Ештеңе болмады ғой. Так, біздер енді используйт бастақ. Енді не істейміз? Так. Ана қойық кішкене бүйтін. Достар, әр салған сайын кішкене көйтіп салып отырыңыздар. Өйткені бұл азайып кете береді. Так, ендігі біздер мынаны қайдан ашып, ар жаққа өтіп кетейік. Так, бізде не бар? Неке, достар, мыналар бізге берген заттар, бірақ бұларды не істейміз? Түсінбедік, достар. Түсінбедім. Так. Использовать не істейміз. Начат. Дір патрон дейді. Достар, мынаны не істейміз? Оны қайдан? Düşüneyim seninle. Так, мынарды салып алмай ма? Іштені. Так. О. Мынаны бас деп тұр. Так, о, пистолет. Пистолет создать етеміз, достар. Так, достар, мінекей 10.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Бізде пистолет бар енді.